сәлем беру дәстүрі сақталған. Ол басыма бақыт, арыс-тарысын деген сенімді білдіреді. Табиғатты түлетуші, ізгіліктің бастауы күнмін. Менің нұрым, жеті қабат жердің тоңын жібіткен жасампаз күш, жақсылықтың, бейбітшіліктің, жылулықтың нышаны. Сөнгенше азат қыл, алға тартқан ұзат қыл, есесін жібермейтін еңсеге қыл. Жұртын жұғында, ұлтын ұғында, қауымын қарымда, ұрпағын білімді, пейілін теңіздей, тәуелсіздігін тұғырма, азат отанын ғұмырлығын қайсын. Қақпай болған соң ойланбаймын, жылғы баққан бұлақтай сорғалаймын. Ойға қонған өнердің арқасында не себептен япырмау қорғалаймын. Сен жауған дәрем тасып пейілің жарғай, кездестірме тұрмыстауы кейлі тарға. Ассалаумағалейкум ағайын. Шуағын шашып, қуаныш сыйлаған, құт берекенің бастауы болған әз Наурыз мерекесі құтты болсын. Армысыздар ағайын. Қар еріп, жер жібіп, жан-жануар түлеген шақта халқымыз бір-біріне ақ тілек арнап, дастарханын аққа толтырып, ағайын туыс арқа-жарқа болатын күн. Береке мен ырыс, татулық пен ынтымақтың мерекесі. Наурыз құтты болсын. Әсем әнмен, думанды ойынмен Наурыз мерекесін бірге тойлайық. Тіршіліктің бастауы осы күннен нәр алатын ең бір ерекше күн. Сондықтан баршаңызға тек жақсылық, қуаныш, елімізде бейбітшілік, әр отбасында, шаңырақтарыңызда тек шаттық болсын. Мына келе жатқан жаңа жылымыз тек өзінің берекесін әкелсін, бірлігін әкелсін. Сол өнердің бірі киіз басу, текемет жасау. Текемет қазақ даласының көркем өрнегі, шежіресі іспетті. Береке мен ырыс, татулық пен ынтымақтың мерекесі. Наурыз құтты болсын.